Сәлем, менің каналыма қош келдің. Бүгін нәрестелердің жаялықтарын тігетін боламыз. Алдымен ең бірінші мата таңдап аламын. Мендегі розовый матаның аты флис, қалған 3 мата хлопок матасы. Нәрестелерге мата таңдағанда өте абай болыңыздар. Синтетика матаны алып қоймаңыздар, ол балаға аллергия беруі мүмкін. Нәрестенің жаялықтарына тек қана табиғи маталар қолданамыз. Мен көрсетіп жатқан маталар табиғи маталар, қоспасы жоқ, 100% хлопок, яғни 100% мақтадан жасалған мата. Және басқа мата түрін таңдасаңыздар да болады. Мысалға, муслиновый мата табиғи матаға жатады. Роддомға арналған жайлықтарды қолдан тігетін боламыз. Мендегі маталардың ені 1 метр және ұзындығы да 1 метр. Соңғы көрсеткен 2 мата 2 метрден ортасынан 1 бөліп 2 жаялық етіп тігеміз. Бұл матаны қолданбастан бұрын жуып аламыз, содан соң барып тігеміз. Матаның шетінде 2 кромка болғандықтан 2 шетін тікпейміз, астын және үстін тігеміз. Тігіс түрін сыға, ұзындығын 1,5-ға қоямыз. Матаның шетін 1-2 мм қайтарып, зигзаг тігісімен тігеміз. Егер аверлок машинкаңыз болса, аверлок машинкамен тіккен жақсы, бірақ осы тігістің өзі де аверлок машинкасынан да өте әдемі көрінеді. Жаялықтың шетін 1-2 қайырып тікпеңіздер. Қайырып тіккен тігістеріңіз нәрестенің денесіне батады. Сол үшін аверлок немесе зигзаг тігісімен тігеміз. Біздің 1-2 мм қайырған шетіміз зигзаг тігісінің ішінде қалып кету керек. Сонда тігісіңіз сапалы әрі әдемі болып шығады. Тігістерім мінсіз әдемі сапалы болып шықты. 6 жаялықты да дәл осылай 2 шетін тігіп шықтым. Сатып алған жаялықтан өзіңіз тігіп алған жаялық өте пайдалы әрі өзіңізге ұнаған өлшемдегі жаялықты тігесіздер. Сатып алған жаялық пен тігіп алған жаялықтың және бір айырмашылығы бағасында. Өзіңіз жасап алған жаялық арзандау болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.